мінекей осындай көрпе бар. Беті ғой құрақтың. Және тағы біреу бар. Екіншісі, бұның суы жоқ болған. Базарға барғанда ұмытып кеттім. Мынаған турецкий үйлерді матадан алға. Үйде мынандай духова бар еді. Содан тігіп жатырмын шетіне. Духованы тіге берем, өйткені мына орталарында бар ме духоваларым екен, андай бар. Қызылдан бар. Сол үшін тіге берем. Көк болып тұр ғой, маған көк керек болып тұр. Мына жағым түйреп алдым. Жаңа сіздер тіккен кезде қисайып кетеді, жиналып кетеді деп сұрабасыздар ғой. Соның алдын алу үшін мынандай жиілеп екі матаны астыңғысында, үстіңгісінде екеуін бірдей тегістеп, түзулеп, тіккен кезде мына жиналмайтындай, астындағысы жиналмайтындай екеуін бірдей ролны түйреп алдым, жиі-жиі қылып. Қолмен көктеп шықсаңыздар да болады. Сөйтіп, мен қазір тіккен кезде мына жақтан бастаймын, қалай ыңғайлы, сол жақтан бастаңыздар. Мына көп жағын машинканың сыртына қарай жіберемді, мынау машинканың астына кетеді. Сол үшін бір жағынан ол жаңа жиналғаны мен ойымша енді. Мына түк бар ғой, сол түкті асты қарай жіберу керек. Түгі үстіге қарай болса, ол бүйтіп кедергі жасап асты қарай жиналып кете береді. Сол үшін осыған да мән бересіздер ғой. Мен құрақ құраған кезде де, біз құрақ құраған кезде обязательно түктерін асты қарай жібереміз, ыңғайлы да солайынан. Сол үшін мына түкті де асты қарай қаратып тіксеңіздер мына жақты. Мынау жиналмауы мүмкін. Сол жағында байқап көріңіздер. Сондай көп сұрақ қойыпты қыздар. Сол айтайын дегем, қазір тігем, соң кейін екі жақ шетін тігем. Шетіне екі жағына суын тігіп болдық. Мына жерде кішкене біздің матамыздың ұзындығы жетіспей тұр. Соған екі басына пішіп алған болатынбыз. Мына жағына мен 13 сантиметрін алдым, мына жақ 16 сантиметрін алдым. Тігісі бар, кететіні бар. Соны қазір мынадан кішкене тігіп аламын. Мына түгі астыға қарай қарап тұр. Қосатын матамда астыға қарай қарап тұру керек. Екеуін бірге біріктіріп, артығын кесіп тастаймын. Мына жерде әдейі мынандай тікпей қалдырып қойдым. Кейін мынаны қосылғаннан кейін бірақ барып кесемін. Екі жанын, содан кейін екі басын суын тігіп шықтық. Жанын 13 алдық, мына жақта 15 алдық. Общий бізде 80 қылып жасайтын. Мен мына жерде бірақ 82 болып тұр, арғы көрпе 82 болып тұр екен. Сол үшін мынаны да соған теңестірдім. Енді оған мен жаңағы потайной замок тігейін деп жатырмын. Потайной замокпен тіксең әдемі болып тұрады, замогын көрінбей. Мына екі басының центрін тауып, центрін таптым, замоктың центрін таптым, екеуін бірге теңестірдім да, ортасында болсын деп. Сөйтіп, мінекей бір жақты лапкамен тігіп жатырмын, мына инемен түйреп алдым, кейін мына жерін бүйтіп ашып отырып, көмектесіп отырып, қатты прям неге замокқа тік жермеу керек. Өйткені мына замок ашылмай қалады, содан кейін кішкене ашылса болды, жүргенізге ыңғайлы болып. Қазір міне жүрек. Закрепка беріп алдық. Кішкене ашып алайын. Даже мені ұстап отырасыздар да, жаңа лапканың өзін өзгерткісі қойсаңыз болады. Ол үшін мына жақты сіз бірінші мына жақты жүргізіп алу керек. Заң бойынша негізінде мына жақты бір жүргізеді, кейін мына жақты бір жүргізеді ғой. Біз енді сразу мына жақтан бастап кеттік. Ханымдар, сіздерге айтқаннан кейін өзім есіме түсіп кетті. Соңғы машинкамның астыңғы жібі де бітеп қалды сол кезде. Сонымен тоқтатып, жібімді ауыстырып, лапкамды ауыстырдым да, мына жанынан, жаңа шет жағынан бір жүргізіп шықтым. Тігіс. Сол тігісті жүргізгеннен кейін, мына жақ жаңа замоктың жолыны мен жүру оңайға түсті.
мінекей көрдіңіздер жаңа мен қатты бүйтіп ашқан жоқ машина лапка уже мына жер ұсталып тұрғаннан кейін лапка қазір тағы жақындатайын жаңа айтқанымдай мінекей мына жақ тігіс жүргізгеннен кейін мынау ұсталынып тұр уже лапка мынаны спокойно былай қарай итеріп өзі керегін ашып отырып тігіп шықты мінекей мен уже молниясын замогын жүргізіп қойдым бегуногын енді мына жақты бүйтіп ашып қарасақ күшті болып тұрады көрінбейді еще мына түктерімен вообще мына жабылып қалады қазір мынаны енді екінші жақ бетін біз астар матаға тігеміз мынаны дайындап алдық мінекей қазір астар матасына түйреген кезде мына замокты да сразу бірге түйреп жібереміз сонда тіккен кезде айналдырып тігіп жүре бересіздер мен бұрындары бірінші астарын тігіп алатын кейін мына замокты тігетімін сол кезде маған қиынға соғатын замок тіккен қазір енді мен мына жерде мынаны тігіп алғаннан кейін сразу осы нені тігіп бастадым замогын тігіп алайын деп қазір енді ойлап отырсам маған оңайға түседі екен астарын тіккен кезде замогын мына жақты айландырып алған кезде замок та бірге тігіліп кетеді сол екі жұмыс жасамаймыз осындай лайфхак қыздар мынау жатса лайк басып подписка жасап қойыңыздар так көрпелеріміздің суын тігіп болдық енді астар матаға мінекей столдың үстіне қойып алдым да соны мына инелермен түйреп шықтым мына бізде мата обычный шыт мата астарға арналған базардан көрсеңіз болады однотонный бұның ені 2,20 мына жерде менде көрпелерім 82-ден болып тұр мен 2 метр мата алдым мынадан ұзындығына кете береді сонда шинасын былай қоя салдым болды осы мата зато однотонный жаңа мына көк цветке бізге келеді мінекей көк цвет қой мына жақта соған қазір мынаны инемен толықтай түйреп алдық бәрін тігіп шығамыз так қыздар мінекей ханымдар тек қана қыздар көрмейді ғой енді міне құрақты астарымен құрап қойдым мына жерде менде кішкене мынандай нелер бар чуть-чуть жиналып кеткендер бар қазір көрсем мына жерлерде бар сіздер айтасыздар анау дөп түзу тігілмейді деп осындай кішкене болып қалады енді бір хвостик осындайлар сол менде де идеально шықпайды еще мен көп болды құрамағаныма қолым вообще шығып кетті сол үшін кешірім сұраймын мынандай видео салғаным үшін сол не переживайте мынандай болып жатса деген ғой сіздерге мына қазір аударған кезде ар жағында қатты көрінбейді бұл мақта саласың еще мынаның түгі бар сонымен жазылып кетеді бірақ бұндай іштен кетпейді деп өз өзімізге бүйтіп кешірім жасамаймыз бұндай жасамауға тырысамыз бұйырса келші содан кейін мына не туралы айтқым келіп тұр ертең барлықтарыңыз сұрайсыздар мынау неге мына жағы да осындай жасыл болып тұр деп ше жасыл болғанда шыт мата ғой мынау неге барлығы осындай болып тұр деп соны сіздерге айтып кетейін деп тұрмын мына құрақтарды негізінде мен құраған жоқпын бізде ауылда бір апа бар ол тоже тігінші ол кісі бұрыннан келе жатқан тігінші құрақшы уже пенсияға шыққанына бір 3-4 жыл болып қалды ғой деймін сондай үлкен кісі бар мендегі маталар болған көп астатықтар солардан ол кісіге апарсаң 2-ақ күнде құрап бере салады ленталар дайын болған ленталар болған соларды мен ол кісіге апарып бердім құрап беріңізші мозаика деп енді әртүрлі болған екен одан одинаковый шықпайды так сөзімді жалғастыру үшін мына көрпені чехолын айландырып қойдым астын үстіне сыртын ішіне или қалай мінекей мына потайной замогым мінекей сол мінекей жаңа айтып жатырмын ғой жаңа кісі құрайды мінекей көрдіңіз неше түрлі материалдар неше түрлі түстер дегенде міне жаңа айттым дұхаба мына жерде дұхаба мата именно турецкий велюр мынау голограмма мысалы осының бәрін бір-бірімен сәйкестендіріп мына жерден түсін ашу үшін сөйтіп жасағанмын мінекей көрдіңіз мозаиканы осылай істей береді неше түрлі құрай береді сол кісі мінекей осындай методпен жасайды жаңа мына жақ суына астар матаға тоже шыт тігеді жаңа мен өзім ойланып отырып сіздер сұрайсыздар не деп жауап беремін мынаны деп ойланып отырып
менің ойыма түсті. Ол кісі, наверное, бұны дублерин ретінде пайдаланады. Қазір енді мода болып кетті ғой, жаңағы құрақ құрайтын матаның астына дублерин жабыстырып, содан кейін барып құрақ құраймыз, сол кезде құрақтарымыз тақтайдай болып шығады деп. Сол дублерин сияқты мына кісі, наверное, соған пайдаланады, чтобы астарындағы мата созылмас үшін. Сол осындай менің жауабым. Сіздер егер сұрасаңыздар, осы сол болып тұр. Қазір мынаны ары қарай аударып қойайын. Екі көрпені теріс айландырып қойдым. Міне мынаның шетінде мынандай қызыл матадан негізінде мынаны су деп атайды екен кейбіреулер. Мен мынаны су деп айтам, мынаны шетіне деп айта салам. Осындай жасаған негізінде мынандай шетіне тіксең әдемі болады. Көрпенің өңін ашып, мынаған енді ондай матам болмай қалды. Сол үшін солай істей салдым. Еще мынау жаңа көрпені кішкене көлемді қылып көрсетемін сондай, негізінде екеуінің размері бірдей, бірақ мынау көлемді болып көрініп тұр. Енді бұған біз астар жаңа мақтасын көктеп ішіне саламыз. Мен әдетте замокты мынандай беліне жасайтын. Бүгін аузына жасадым, мынандай ауыз жақтарына жасадым. Көрпені былай салғанға ыңғайлы болсын деп, ортасына салып жүрген кезде замогымның ауыздарын жыртып жібереді көрпе. Ішіне мақтан салып жатқан кезде мынандай жерлерін айырып жібереді. Сол үшін мына жаққа салатын болдым. Осынан сала бересің, жіңішке қылып бүктеп аласың да сала бересің. Қазір астына мақта қаптайтын матаны көрсетейін. Мақта қаптауға мен бөз алған жоқпын, осындай мата ала салдым. Осындай мата алған дұрыс болыпты. Бөздің ширинасы кішкене 160 болады да, менің көрпелеріме азда болып қалайын деп болып тұр екен. Сол үшін мына мата ең арзан мата. Біздің жақтан енді 5 теңгеден сатып жатыр екен бұны. Алматыда базарда 300 теңгеден бұл маталар метрі. Неге жаңа мақтаға айбет. Мақтаға не жалко болады мақтаға. Осымен ойлап тұрмын. Қазір бұны мақтамызды қаптап алғаннан кейін бұның бетіне бетіп сызық жасап жүрмейсің. Суреттермен ақ бетіп жасай бересің, көктей бересің. Қаншаға жететінін білмеймін мен бұл матаны. Қазір бірінші пайдаланайын деп тұрмын мақтаға. Осындай мата алдым. Бұның да ені 220 деп 220-ны ұзындығына жіберіп, несін жаңағы енінен жаңа маталарды бітіп алдым. Қазір көреміз, бірақ мен негізінде шатастым деп ойлап тұрмын. Еніне біз 220 болса, оған 15 сантиметр қосамыз, 235 болу керек бізде. Мынаны есептеп көру керек қазір. Матамыздың ені 229 екен. 29. Как раз жетеді екен, Аллаға шүкір. Жетіп қалу керек көрпемізге. Енді қазір осыны, мына матаны есептейміз. Сол бойынша мынаны пішіп аламыз, мақтасын саламыз. Мына жерде чехолға енді мақта көктейтін чехол тігіп жатыр. Мақтаның чехолын тігіп жатырмын. Уже енді жүре желаяқ боласың, сөйлей көз шешем боласың дейді сондай. Тіге-тігінші болып көтесің ба? Мына жерде енді. Так, мына жерде біз жаңа чехолын тігіп болдық қой. Енді мақтасына чехол тігіп жатырмыз. Біз енді қанша тігіп жүріп, постоянно айтыр не болып қалатын. Көрпеміз ішінде кішкене бүктеліп қалады, сонда да айтыр таптап нетіп сидырып жіберетінбіз мақтамызды. Ол кезде мен 5 сантиметр, мына жақтан 5 сантиметр, мына жақтан алып 10 сантиметр алатын, ұзындығына 10-10-нан алатын, 20 сантиметр сөйтіп көп болып кететін слишком. Кейін кездері бөзді алдым, бөздің өзінде тек қана 5 сантиметр артылады. Мына жақтан, мына жаққа 5 сантиметр артылады. Соны мен қалтырдым да, ұзындығына 15 сантиметрден жіберіп көрдім. Сол размер идеально болды. Мақтасын салғаннан кейін, несіне жаңа чехолына салғаннан кейін күшті болып тұрды. Сол методпен енді келесі көрпемді де жасағым кеп тұр. Мына жерде мен алған матам кішкене ұзындығы жетпей қалды. 220-ны мен неге жібердім ғой? Енін ұзындығына жіберіп едім ғой. Сол менде
көрпемен бір 220 болып қалды. Содан мен запаспен алам. Мына жақта басқа бір көрпені жаңартып атқам, ішін соғанда қосып алғам. Олар негізінде базардағылар 1 метр 95 сантиметр ғой, оларда бүктеліп тұрады. Сол үшін олар 95-тен береді. 95-тен деп бір, мынау енді 80 ғой бізде. 80-ді жаңа 95-ке теңестірдім да, сөйтіп 1 метрден алдым. Содан кейін тағы да 1 метр ма сондай артығымен қосып алған болатын. Негізінде жаңа тігіншілерде артық мата қалмайды ғой, сол үшін мынандай астар мата бірдеңке алсаңыздар, кішкене болсын, хотя бы минимально жарты метр мата алсаңыздар, сол кезде жетпей қалма мүмкіндік болмай қалады, сол кезде жетіп тұрады. Енді мен жаңағы мына жерде артық матаны мына жақтан кесілді лишний, соны мына жаққа тік көргем, есептемей тіге салдым. Енді қазір мына жақты қарасам бізге жетті. Сол үшін қазір мынаны артығын кесіп тастаймын. 15 сантиметр жеткілікті, қатты ұзын керек емес. 15 сантиметр мына чехолдан, сыртқы чехолдан ішкі чехол 15 сантиметрге тігілсе жеткілікті. Мынау қазір көтеріледі, мына жиналады, кішкене болсын. Сол айтайын деген. Енді қазір мақтасын саламыз, бұйырса соны көктеп шығамыз. Ал ханымдар, мына жерде біз көрпені салып қойдық. Мынаның көрпесі кішкене әйбат кеуіп, әйбат болып қалды. Ана суықта қалып қойды, жат қапты. Бәрін ұрып дайындап қойдық. Қазір былайынан 4 бұрышты байландырып бір жүргізіп шығам. Мына линияны көрсіз, осы линиямен кете берем. Екіншісін примерно мына жақпен бір 12 сантиметрдей сондай аламда, 12-13 сантиметрдей. Сөйтіп мынаны былай бөліп, примерно 5 сызық болады ғой менде. Былайынан екі жақ шетін айландырып тігіп алсам, кейін ортасын мына жерден тағы 3 сызық ортасынан жіберем. Сөйтіп қазір көктейміз. Мына жерде қыздар, ханымдар, мен сразу 4 қабаттайым жіпті, сол үшін 2 жіпті алам да, инеден сразу 2 жіпті өткізіп отырам. Тартып отырған кезде сразу 4 қабат болып тұрады менде. Каждый раз бүйт айландырып отырғанша сразу 2-2-ден алып, 2-2 жіпті слай өткізіп отырам да. Осылай сабақтай беремін. Бұл жерденді көрпе көктейінді көрсетем, оны кейін соңында қағазға және макетке тігіп, сызып көрсетіп беретін болады. Мына жерденді, как обычно, әдеттегідей турасынан тігіп жүре бересіздер, содан кейін ортасында закрепка бересіздер. Закрепка бергенді көрсетіп жүрем. Басқа да видеоларымда көрпе көктегенді көрсетем, бірақ кішкене түсінбей жатырмыз деп айтып жатсыздар. Сол үшін көрпе көктегенді соңында макетке, қағазға сызып көрсетейін деп тұрмын. Ханымдар, қалайсыздар? Біз көрпе көктеп жатырмыз. Мына жерде айтайын дегенім, иненің рөлі қатты ойнап жатыр. Сырты жылтыр, әдемі, сондай ине алсаңыздар жіңішке. Бір көрпені инемен көктеп шықтым, мен 4 сантиметр көрсіздер ма, кішкене майысып кетті. Кішкене қиындау болды бұны мен. Енді мынау 5,5 сантиметрлік инем бар екен, соны алып, сонымен көктеп жатырмын. Соның өзі 1,5 сантиметрдің өзі қатты рөл ойнап жатыр көктегенге. Мынау бізде қалың ғой. Мынадан мен қазір бұлай істеймін, содан кейін бұлай шығаруым керек қой. Ол ине битіп кіріп, сразу мына жаққа шығу керек. Екі расстояниен алу керек қой, бұлай барып, бұлай шығу керек. Сол үшін неғұрлым инелеріңіз ұзынырақ болса, жақсы. Содан кейін жылтырлау. Қазіргі енді инелер ғой, жылтыр сырты әйбет сондай болу керек. Мақтадан тез кіріп шығатындай алып. Сол көрпе көктеп жатырмыз. Мына жерде біз бір көрпені уже көктеп қойдық. Кеше көктедік та, сразу далаға күн шуаққа апарып жайып қойдық. Бүгін екеуінде бұйырса чехолдарын кигізіп, далаға тағы да бір күн кептіріп қоямыз. Арт жағымен, шыт жағымен аударып сөйтіп қоямыз. Күн қатты өтетіндей. Құрақ жағынан күн қатты өтпейді, оны қалың қойса сен. Сол үшін шыт жағымен қойып қоямыз. Ал мінекей көрпелерді шынқаптап салып қойдық. Екі көрпені де салып қойдық. Астары однотонный. Біздің жіптер көктеген.
замогымыз некен басында тұр. Басында тұр. Шетіне мынандай су жіберсеңіз әдемі көрінеді, көрдіңіз ба? Қызыл деген ашады екен. Күшті болып тұр. Қазір енді біз мынаны былайынан күнге мына жағымен жайып қоямыз. Мына жақтан күн тезірек өтеді ғой. Мына жер қалың. Сол бір жағынан мына жағын оңып кетпесін деп біразға шыдасын деп қоямыз. Міне мозаика көрпе. Көрсетейін сіздерге қандай құрақтары бар ішінде. Міне мынау жатыр, мына құрақтар, міне құты құрақтар, неше түрлі цветтер ғой. Мынау деген білесіздер ме қандай мата? Шапан бар ғой, одноразовый. Передай другому деген шапандар бар ғой. Солардың кесілген оюларымен бірге жүр ғой. Мына жақта адашым. Үйлер ғой бұл. Матасы қатты, құраққа жарайды. Маталары жоқ болса, үйде осындай керек емес шапандар болса, өстіп құрақ құрап тастасаңыз болады. Кесіздерге. Лайфхак. Бәрі қалған маталарға остатоктар солар. Мынау міне штордан қалған мата. Көрдіңіз бе? Оюмен. Матасы қатты, құраққа жарайды, сол үшін бәрі неге кетіп жатыр. Құраққа жібердік. Міне мынау да мысалы. Мынау жаңағы не? Бетінде ою бар, мата бар ғой, сол остатоктары, сол өстіп күйже салдық. Бәрі құрақтың несін алып тұр ғой. Күшті жасап тұр. Осындай, мына жерде құрақтары бар. Ар жақты көрсетейін. Мынау жаңағы. Мынау төртке бөлген құрағым, мынау дәу ұзын, дәу құрадым да, содан кейін төртке бөле салдым да, соның төрттен бір бөлігі. Мынау жаңағы қазіргі лазерный құрақ не дейді ғой, велюр дейді ғой, сол ғой мынау лазерный. Мынау голограмма. Флизин жабыстырсаңыз әдемі болып қатты бұл формасын ұстап тұрады. Мінекей бізде мына жерде дұхава мата. Не жақта батыста мақпал деп атайды осы матаны. Мына жерде вообще комбинировать етіп кеткен. Барлығы мына турецкий велюр, мына дұхава мата, жаңағы не, лазер. Барлығы кетті. Қазір далаға жаям, сон даладан тағы бір көрсетіп жіберейін. Содан кейін ішіндегі несін қалай көктегенді қағазға сызып көрсетейін, қазір. Оны мына жерден көрсетсем сіздерге түсініксіз болып жатыр екен, сол үшін қазір оны қағазға сызып әдемілеп көрсетейін. Ал көрпемізді мінекей жайып қойдық. Күнге күн шуаққа. Кешке шейін осылай күнде жайып тұрады. Берсем. Кеуіп әдемі болып тұрсын. Күні жайып. Мынау менің карантинде құраған құрақтарым ғой. Именно осы жердегі шахмат құрақты сіздер ұнатып едіңіздер ғой, осыны көрсетіңізші деп. Мен шахмат құрақты, міне мына құрақты жасап көрсетіп салғам. Жоқ, ол емес. Мына жерде тұр. Осы жерін видеоға салып көрсеттім сіздерге. Мынаған көп піс-бұрыс болғаннан кейін. Құрақтардың бәрін көрсеткем. Қайсы ұнаса, соны көрсетейін деп едім. Сіздер мынаған голосовать еттіңіздер барлықтарыңыз. И соған мынандай сабақ шығарғам. Сіздер бір кусок осыны өшеге тіктім. Неке осы барлығы құрақтың бәрін өшеге жинақтап тігіп тастағам. Кенешінде ою бар. Барлығы. Мынау үйге көрпе жасаған болатын. Енді сол көрпенің ішін мақтасын алып, мақтаға мақта қосып, сыртын отдельно чехолмен қаптап, неке. Мақтасын негізінде сразынаған салдым, саз көктей саған болатын. Мындай матаға қаптадым. Енді однотонный жасап жатырмын. Күнделікті кухняда пайдаланатын төсегіміз бар. Тапжан сияқты. Сол жерге жетпей қалған жеріне осылай мата қоса салдым. Мынау жаңа жанынан алған матасы сөйтіп қойылды. Мына жерде кішкене түктер ойнап тұр. Күнделікті неге пайдаланғанда. Сол тек қана замок алмай қалыппын, ұмытып кеттім базарға барғанда. Енді пока что әзірше қолмен тіге салам, кейін замок тігем. Содан кейін мына матаға қарап чехол тігіп едім, слишком дәу болып кетті.
қазір көремін, ерінбесем алам, ерінсем қалады. Сол андасында жалқауым ұстап қалады. Мінекей осылай мына жағын былай тіккен болатын, астырмата сонша көрінбесін деп. Бұндай дәу 1.15-те 2.15 сондай размерде. Қазір қатты қуанып тұрмын, көрпені жаңартып, еткенде ескі матаның үстіне тағы 1 килодай, 1,5 килодай мақта салып, көктеп шықтым. Сызықтардың бойымен. Қазір осыны аузын тігіп, пайдаланамыз. Сіздерге көрпе көктегенді көрсетемін, қағазға сызайын бірінші. Кейін неге? Кішкентай макетке көрсетем, қалай көрпені көктейтінімізді. Еке, мысалы, мына бізде көрпе. Мына көрпенің толщинасы, не көрпеміз бұлай кетеді ғой. Мына ұзынан жатыр көрпе. Мынау жаңағы қалыңдық жағы. Матрас сияқты болып кетті. Біз инені аламыз көрпе көктегенде. Инені алып, бүйтіп мінекей кіргіземіз. Міне біздің инеміз. Мына жақта жібі. Сонген, мына жерден егерде бұлай қарай сразу етер алмасаңыз, мына жерден шығарасыз. Бүйтіп шығарасыз да, қайтадан осы жерге кіргізесіз. Бұлай кетесіз, уже. Бұлай үшбұрыштап кетесіз ғой. Сонда мына несі мына жақта қалады. Бұлай келіп, бұлай кетесіз. Енді жаңа закрепкамыз бар біздің. Мінекей, мына жерден былай шықтық инемен. Мына жаққа кеттік. Мына иненің басы. Мына жақта жібі мына иненің. Мына жерден шықтық. Енді закрепка жасайтын кезде мына жақта 4-5 рет осылай жүріп келе жатырсыз. Мен тағы да қайтадан міне мына жерден кірдіңіз. Сон қайтадан шықтыңыз. Мына жерден бір 5 мм сондай. 1 сантиметрге шейін мейлен жібересіздер. Сон кейін мына жаққа шығасыз, мынау көрпенің беті ғой мына жақта. Мына бізде астыңғы жақ. Сон мына жақтан шыққан кезде мына инені алып, қайтадан мына жерге кіргізесіз. Артқа қарай жүресіз, алдыға қарай емес, артқа қарай жүресіздер. Мінекей мына жерден аласыздар да, былай қарай жүресіз ғой мінекей. Былай қарай. Мына инені аяғы. Сон қайтадан былай кетесіздер. Былайнан 1-2 шаг жасап аласыз тағы да. Инемен. Былай қарай. Бүйтіп 3-4 рет жүріп аласыз да. Сон кейін қайтадан мына жерден шығардыңыз инеңізді, былай шығардыңыз да. Содан кейін мынау алдыға қарай емес, артқа қарай бір қанша 0,5 па, мына жақта қанша жіберіп жатсыз? 1 сантиметр ма, 0,5 па, соған байланысты мына жақта да сөйтесіз. Қайтадан артқа қарай. Мына жерде жібі. Түсінікті болды деп ойлаймын, қыздар? Түсінікті ғой, инемен кіресіз. 0,5 сондай примерно мына көрпенің мына жер ортасы қалады. Сон былай қарай жүресіз. Артқа қайтыру үшін міне закрепка дейміз ғой. Артқа барып былай жүреміз. Машинкамен жүрген кезде де алдыға жүресің, сон артқа жүресің ғой, закрепка берген кезде. Сөйтіп сол жерді қатты белгілеп аласың, сон қайтадан алдыға жүресің. Сол сияқты міне алдыға жүресіз, қайтадан алдыға жүресіз, кейін закрепка жасау үшін инені алып, мына жерден артқа қарай жүресіз и былай қарай кетесіз. Ал енді немен көрсетейін. Міне мынандай не алдым, плечик, губка. Міне мына инемізді қазір инені былай кіргіздік, мінекей. Көрініп тұр ма? Инені былай қарай кіргіздік, мінекей. Кіргіздік. Қайтадан мына жерден нетемізді, міне былай қарай. Жаңа былай келді, енді қайтадан былай қарай кетеміз. Міне 1-2 шов жасаймыз, былай мінекей қайтадан алдыға қарай. И міне қырынан кетті. Осылай. Ешін жіптер тұрген. Мінекей көрдіңіздер ғой, қисығынан тұр. Көрініп тұр ма сіздерге?
Қисығынан тұр. Бұлай аламыз қайтадан. Мінекей. Мына үшінші шаг жасайық. Мінекей. Міне тағы да қисығынан жіберіп жатырмын. Міне қыздар. Көрдіңіздер ме? Ине былай кетіп жатыр. Былайынан жіберсеңіздер болады енді. Просто ол кішкене уақыттарыңызды көп алады. Былай кете бересіз де алдыға қарай жылжып. Алдық, мінекей алдық. Енді закрепка беретін кезде мінекей біздің жібіміз мына жақта тұр. Соны алдыға қарай емес, мінекей артқа қарай жібереміз да. Былай тартамыз. Енді мына жіпті мына жақ менде сабақталмай тұр мінекей. Мына бүйтіп тартқан кезде мына жеріңіз ғана сізде ұстап тұратын болады. Мынаның бәрін жинамайды. Так, тағы бірлес көрсетейін, қазір мынаны сабақтап алайын. Ұзын жүріп мына жіпті. Мінекей қыздар, тағы да көрсетем. Басынан бастайық. Инені алдық та былай қисығынан жібердік. Қанша градус? 45 градус деп айтайық. Былай кетті. Мына жер түйреліп тұр. Қайтадан мына жерден қисайтып былай қарай жібереміз. Обычный шов жасайсыздар ғой, енді бір-екі шов жүргізесіздер, қалай жүресіздер, қисық жүресіздер ме, түзу жүресіздер ме, оны көресіздер. Енді мен сіздерге закрепканы көрсетейін деп тұрмын. Міне екеу, міне үшеу кетті. Мына жерді басып тұрып, мынаны бүйтіп тартып аласыздар. Мына жерде керек жіп қалады. Қатты кең болып қалмайды, бос болып қалмайды. Міне керек жіп бізде тұр. Енді ары қарай мына жақтың бәрін тігіп жатқан кезде, мына жақтан жіпті тартқан кезде, мынаның бәрі жиналмасы үшін ортасынан 3-4 шаг жасағаннан кейін бүйтіп закрепка жасап қойсыздар. Закрепка сол үшін керек. Былай жүреміз. Мен тарттық. Мына жерді басасыз, болды. Мына жерді тартасыз, мыналардың бәрі тартылмайды сізде былай қарай. Қайтадан былай. Матам кішкентай болып қалды. Мінекей былай кетті. Міне мен қазір закрепка берген жоқ, мен мына жерден тартсам, мына жақтың бәрін ететін еді. Міне мына закрепканы өзі мына жақты тартып тұр, бізде ұстап тұр. Мынаны астыңғы жағынан да закрепка бүйтіп жасап жүрсеңіздер болады. Все. Міне болды, мына закрепка бәрін ұстап тұр. Түсінікті болды деп ойлаймын, қыздар. Обычный былай кете бересіздер ғой, бүйтіп тіге бересіздер, былай кете бересіздер. Мен тік бара жатсыздар. Кейін мінекей тік болды. Енді мына жерден закрепка береміз. Алдыға емес, артқа біреу аламыз да. Бүйтіп. Болды, мына жерден ғана бастайды. Болды, мына жағыңыздың бәрі тартылмайды неке. Былай ұстап тұрсақ та, мына жақтар бәрі бір қалыпты тұрады. Мынаны керек жібіңізді тартып аласыз әдемілеп, содан кейін закрепка бересіз, мына жаққа ары қарай кете бересіз. Болды, былай қарай кете бересіз. Все, мынау да мына жерді ұстады. Түсінікті болды ма, қыздар, ханымдар? Түсінікті болмаса айтыңыздар. Мынау эскиз тағы бір көрсетейін. Көрпенің қалыңдығы мына жерде бізде. Былай алдыға қарай жүрдік. Кейін былай қарай тағы жүрдік мына жерде. Былай жүрдік, былай жүрдік. Кейін закрепка берушін артқа қарай шаг жасаймыз да, қайтадан былай жүреміз. Бүйтіп 1-2 рет 2-3 жүреміз. Потом қайтадан закрепка береміз. Мына закрепка беретін алдында мына жерді, мына закрепка берген жеріңізден ұстайсыз да, мына жіпті былай тартып аласыз. Мына жердегі әдемілеп бір қалыпты болып тұрған, мына бүйтіп босап қалмасын, соны көресіздер. Солай.